Жусан иісі, еріксіз ой елігіне еліңді, яки туған жеріңді, жайдары күлкі мен жарқын өміріңді еске салардай. Өз елінен жылу таппай, өзге елден жұмағыз деген жәудір көздеріміздің жанары неге молла. Дін атын жамылып, діңгегін дүдамалдау тірлікке итермелеген кімдер. Шиеттей бала шағасы мен жесір атанған келіншектің өкініші. Жат жерге барып, ерінен айырылып, баласын кембағал еткен үшін кімді айыптайды? Өзекті өртеген өкініш, қайғы мен қасірет, үміт пен күдік. Қалыпты өмірге қайта оралған отандасымыз қазір не ойлайды? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін мен Ерхан Болатұлы бүгінгі арнайы репортаждан көретіндеріңіз. Мамыр айының басында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жусан 2 арнайы операциясын іске қосты. Осылайша туған жеріне 231 қандасымыздың табанын тиді. Таяу шығыста террористердің тұзағына түсіп қалғандар үшін оған елден жаңа өмір басталды. Қазақ өз баласын өзектен тепкен емес. Сирия аумағындағы қақтығыстар мен соғыс аймағында болып барлығын өз көзімен көрген бұл жеткіншек өрім талынан өмірдің бағасына қанығып үлгергендей. Жат ағымның жетегіне еріп, етегіне жармасып елден кеткен олар азғырудан гөрі жанашырлыққа мұқтажырақ. Дәл осындай 2 баласын ертіп Сирияға аттанғандардың қатарында Гүлнара есімді келіншек те бар. Жусан операциясы арқылы елге жеткізілген жамбылдық азаматша бұл. Жастықпен білмедік деп отырғаны бірнеше жыл бұрынғы жағдайы. Менің атым Гүлнара. Мен Ұзынағашта тұрамын. Жалпы Гүлнара, Сирияға қай уақытта баруға ойланып шештіңіз? Не үшін ол жаққа баруыңызға не мақсат болды? Мен бірінші күйеуім кетті сол Сирияға. Ол бірақ маған айтты, Турцияға барам деп айтты. Оқуға, медресеге оқуға барам деп. Кейіннен сізді шақырып алды. Не деп айтты сізге? Турцияға кел балалармен. Қаражатты біреу қамтамасыз етті ме, әлде өзіңіз таптыңыз ба ол жаққа? Сол үй сатты ғой күйеуім, бізге қалдырғанда кішкене сол ақшаны. Продуктаға сол ақшаны жетті билетке. Күйеуіңіз үйді сатып Турцияға кетті? Аха, үйді сатып бізді өзінің әке-шешенің үйіне тастаған бізді. 5 ай сол жерде тұрды. Ал енді сол Турцияға оқуға барарда ата-анаңыздан, ағайын туыс, ағаңыз болуы мүмкін, бауырларыңыздан рұқсат сұрап ақылдастыңыз ба? Мен жоқ. Түркиядағы медресеге оқуға кеттім деген желеумен Сириядағы жүрген жолдасы 5 айдан кейін өзінің қасына келуін ұйғарғанын мәлімдейді. Гүлнара да бұл аралықта дүниеге келіп үлгерген жас балаларын ертіп күйеуінің соңынан кетуге бел буады. Бізді күтіп алды, сосын алып барған бір контейнер сияқты ма, бір одинаковый үйдерге алып бардық. И сол жерде көп адамдар тұрған. Орамал тағатын әйелдер болды, разный страналардан. Шейх Шлиман, Рибат, Ракка елді мекендеріне үдіре көше жүріп, Дагестанский жамағаттан казахский жамағатқа өткен жолдасы кезекті бір соғыста мерт болып, араға 2 жыл салып 2017 жылы қайта тұрмыс құрады. Осылайша өлместің күнін көрген келіншек тағы бір елді мекенге қоныс аударып жүріп, әуе шабуылына тап болғанын ұмытпайды. Жазық далада қалған өңкей жесір бала шағасын атылған оқтан сақтау үшін жердің үңгіп, окоп қазып алуға тырысатын. Сол күндердің ауыртпалығын еске алған Гүлнара. Сосын уже үй болмады. Біз окоп сияқты қазып сол жерде палаткасыз тұрғанбыз жерде. Палаткасыз. Күнде бомбежка болды. Яғни жердің астында тұрдыңыз? Аха. Ол жақта енді белгілі, енді жердің астында тұрғанда су жоқ. Ол жағы қалай болды? Қалай тамақ істеп? Аха, су ана речкада болды. Тасыдық, бірақ қиын. Сол речкадан тасығанда, бірақ сол атқан, бомбить еткен атқан адамдарға. Адамдар да өлген, суға барып келгенше.
Қалалар арасында кезек-кезек бозып, бағыз қонысындағы қалқайып төрт қабырғасы ғана қалған үйді паналап жүргенде снаряд жарықшасы қызының аяғына тиіп, өмірлік өшпес өкініш қалдырады. Бағызда тұрғанда 2019 жылда январдың басында жарақатталған. Біз үйде, общий үйде тұрғанда, общий үйде көршілермен. Сол біздің қораға үлкен бомба лақтырған. Сол қызым туалетке барды, только отырғанда сол жарылып бомба аяғына тиді. Ол нәрсеге өкінесіз бе, мысалы, бала-шағаңызды сондай қиыншылыққа душар болғаныңызға? Иә, әрине өкінемін. Иә, бір тағдыр, бір әлем. Шалыс басқан қадам иесін сынап, мінеп, кемсете беру жақсылық әпермейді. Керісінше халқымыздың адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң деген қанатты сөзімен оларға қолдау көрсетіп демеу берген жөн болар. Иманы бекем, аузында Алласы бар қоғам қандай да бір аласапыран заман болса да, Алланың хақ жолынан адаспасы анық. Алла тағала баршамызға екі дүниеде де өзіне сүйікті құл, ғаламның рахым нұры, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи сәлямға лайықты үмбет болуды нәсіп еткей. Келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.